Сәлеметсіздер ме? Шығыс Қазақстан технология колледжінің информатика пәнінің оқытушысы Адилханова Алия Мұратовна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы электрондық кестені есептеу үшін қолдану. Сабағымыздың мақсаты электрондық кестелер мен кестелік редактордың негізгі ұғымдарымен таныстыру, редактор терезелерінің барлық құраушыларын қарастырып, кестелік редакторда мәліметтерді енгізуге және пішімдеуге үйрету. Бүгінгі сабақтың түрі бізде практикалық сабақ. Сабақтың өткізу әдісі бізде сабақ екі бөлімнен тұрады, яғни студенттер теориялық бөлімді меңгере отырып, практикалық бөлімді қатар орындайды. Біздің сабағымыздың барысы үй тапсырмасын қайталау, жаңа сабақ, практикалық тапсырмалар, бекіту, үй тапсырмасын беру. Осы сабақтың барысын бастамай тұрып, біз қауіпсіздік ережесін есімізге түсіріп кетсек. Мұғалімнің рұқсатынсыз сыныпқа кіруге болмайды. Тағайындалған орынға отыру керек. Дербес компьютердің мониторын қолмен ұстауға тыйым салынады. Компьютерде жұмыс істеу тек мұғалімнің рұқсатымен. Дербес компьютерді өздігінен жөндеуге болмайды. Дербес компьютер бұзылған жағдайда жұмысты тоқтату керек. Экраннан арақашықтық кем дегенде 60-70 см отыру керек, және тағы сол сияқты. Рахмет, жарайсыздар. Енді біздің сабағымызға оралайық. Үй тапсырмасын қайталау. Біз алдыңғы тақырыпта Excel бағдарламасын жалпылама өткенбіз. Енді содан қысқаша сұрақтар қоя кетсек. Microsoft Excel бағдарламасын қалай іске қосамыз? Ойланайық, қалай іске қосамыз? Microsoft Excel бағдарламасын іске қосу үшін бізде пуск программы Microsoft Excel немесе екінші жолы бар. Жұмыс үстелінде тышқанның оң жақ батырмасын басып, создать батырмасы арқылы Microsoft Excel бағдарламасын таңдаймыз. Екінші сұрақ, Microsoft Excel бағдарламасының қызметі қандай? Excel-дің қызметі қандай деп ойлайсыздар? Кесте түріндегі мәліметтерді өңдеуге арналған қолданбалы бағдарлама. Үшінші сұрақ, электрондық кесте болып табылады. Электрондық кесте не болып табылады? Қалай ойлайсыздар? Латын әліпби әріптермен аталған жолдар мен нөмірленген бағандар жиынтығы. Электрондық кесте сонда жол мен бағандар жиынтығы болып табылады. Осымен біздің үй тапсырмасын қайталауға тоқталып кеттік. Енді негізгі сабағымызға келейік. Бүгінгі күнді және сабақтың тақырыбын жазамыз. Электрондық кестені есептеу үшін қолдану. Бұл тақырыпты бастамастырып, мен қысқаша осы тарихи шолу мағлұматын беріп кетсем деп ойлап отырмын. 1979 жылы екі экономист студент Дэн Бреклин және Боб Фрэнкстон үй тапсырмасын тез орындауға көмектесетін және уақытты үнемдейтін әдісті ойлап табуға ұйғарды. Олар тарихта бірінші рет кесте бағдарламасын жазып, оны visible калькулятор сөзінен қысқартып, VisiCalc көрсеткіш калькулятор деп атады. Сондықтан электрондық кестелер бағдарламасы, оның ішінде Excel бағдарламасы Дэн мен Бобтың арқасында жүзеге асты. 1985 жылдың мамыр айында Microsoft компаниясы өздерінің электрондық есептеулерге арналған кестелік бағдарламасы Microsoft Excel ойлап шығарды. 3 айдан соң бұл бағдарлама барлық есептеу жүргізілуге таным болып қолданысқа енді. Алдыңғы конспектте біз Excel туралы мағлұматтар айтқанбыз. Енді сіздердің естеріңізге жай жалпылама түсіріп кетейін естеріңізге. Excel-мен танысу. Microsoft Excel бұл құжаттарды тез арада кесте түрінде дайындауға мүмкіндік береді. Ол математикалық амалдар, күрделі есептеулерді жеңілдету үшін қолданылады. Жұмыс парағы Excel-де 256 бағаннан және 65536 жолдан тұратын кесте түрінде беріледі.
Жолдар сандармен нөмірленген, ал бағандар әріптермен белгіленген. Және әріп комбинацияларынан тұрады. Алфавиттің 26 әріпінен кейін бізде АА, АБ, АЦ деп тағы сол сияқты әріп комбинациялары басталады. Әрбір ұяшықтың жол атынан және баған атынан құрылған адресі мекен жайы болады. Кестенің әрбір ұяшығының мекені баған мен жолың қиылысында орналасқан. Мысалы, егер ұяшық F бағанында және 7 жолында орналасса, онда оның мекені F7 деп аталады. Енді келесі біздің тарауымыз Microsoft Excel бағдарламасының практикалық тапсырмасына көшейік. Практикалық тапсырмасын бастамай тұрып, біз бірінші Microsoft Excel бағдарламасын ашып алайық. Барлықтарымыз Excel'ді ашамыз. Excel бағдарламасы ашылды бізде. Бұл бағдарламаға жалпылама түсіндіріп кетсем, бұл бағдарлама бойынша айта кететін болса, Microsoft Excel қазіргі таңда кең тараған кестелік процессор болып табылады. Мұнда графиктер тұрғызуға, диаграмма тұрғызуға, күрделі функциялар арқылы есеп қисап жүргізуге, сонымен қатар бірнеше құжаттармен жұмыс жасауға болады. Енді біздің практикалық тапсырмамызға көшейік. Практикалық тапсырмаларды бастамас бұрын мен ұяшық деген не екенін көрсетіп кетейін деп едім. Міне бізде жаңағы айтылған баған әріптерден тұрады дедік, жол сандардан тұрады. Баған мен жолдың қиылысқан жерін ұяшық дейміз. Мысалы бізде А11, А баған, 11 жол. А мен 11-ді А11 ұяшық деп атаймыз. Ал енді біз тапсырмамызға оралсақ. Біздің практикалық сабағымыздың бүгінгі мұғалім ретінде мен мысалы сіздердің сапа көрсеткішіңіз, бір айлық сіздердің аттестацияларыңызды мысал ретінде келтірсем. Мысалы, мен сіздердің сапаларыңызды тексерсем, содан кейін баға және саны. Сапа не үшін? Баланың сапасын есептеу үшін бізге баланың сапасын есептеу керек, одан кейін баға болу керек, одан кейін саны болу керек. Жаңағы біз 10 студент қарастырсақ осы практикалық тапсырмада. 10 студент алайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бізге көп те алуға болады. Ол өйткені көп болып кетеді. Біздің сабағымызға уақыт жетпей қалады. Сол үшін мен 10 студент алып отырмын. Аты жөнді жазайын студенттердің. Мысалы, Айдана, Марат, Сәуле, Ербол, Асан, Мадина, Айдана, жоқ, Айдананы алыппыз, Айдана, Аяла, Берік, Серік, Тимур, Есбол. Енді осы балаларды алдық. Енді бізге арғара есептеу үшін бізге ұпай керек, максимал керек, сапа керек, баға керек. Максималды алған себебіміз біз сапаны шығару үшін бізге максималды ұпай саны керек. Мысалы, міне ұпай дедік біз. Ұпайы максимал, жаңағы айтқан неміз.
бойынша есептейміз, сапа бойынша максимал. Мында жазылмай қалды ма? Тілді ауыстырасың, мұнда ағылшынша жазамыз максимал. Қайтадан тілді ауыстырамыз. Қазақшаға сапа. Мына жерде мен тілді ауыстыру үшін, тілді ауыстырғаннан кейін мына жерде формула жазатын жол бар. Сол формулаға да жаза беруге болады. Біз яшамызды белгілеп алып, сапа және баға. Баға. Бұл кестемізді енді белгілеп алайық. Кестені айтпақ болмау үшін біз кестені белгілеп аламыз. Ұяшықтарды бетіп созып отырып белгілейміз. Бұл белгілеу үшін главныйға барамыз да, шрифт жолындағы границы деген шекараны алып, осын все страницы дегенді белгілесек, біздің ұяшықтарымыз тор болып, қара тор болып белгіленеді. Енді мұнда нумерация қоямыз. Нумерация мына жерде аты жөнді толтыра салайық. Аты жөні. Енді бізге максималды мәнді белгілеп алу керек. Максималды мәнді белгілеу үшін 30 деп алайық. Ол каждый яшыққа белгілемеу үшін, әр яшыққа белгілемеу үшін біз мына яш 30 деген жазылып тұрған яшықты оң жақ шетіндегі 4 бұрышты басамыз. Мұнда қосу белгісі шыққанда төмен қарай тартсақ, бұл бәр яшыққа 30 деп белгіленеді. Қайта жаза бермейміз. Бұл автоматты түрде өзі жазыла береді. Келесі бізге енді ұпай саны. Ұпай саны бізде, мысалы, 30-дан аспау керек. Біз енді максималды ұпай саны 30 деп алдық қой, содан аспау керек. Бізде мысалы айданағы 15, келесі балаға 20, 22, 30, 14, 19, тақандай бар, 23, 25, 30, және де 10 деп алайық. Бір бала бізде аттестациясы жоқ болсын, одан кейін сапаны есептеу үшін бізге бағаны есептеу үшін бізге бірінші бағаны шығару үшін сапа көрсеткішін жасап алу керек. Оны мына жерге жасаймыз. Бағаны шығару үшін сапа көрсеткішін бізде бұнда пайызбен есептейміз. 0 пайыз. Пайыз дейміз. 0 пайыз. Мына жерге міне формула жазатын жерге жаза беруге болады. 0 пайыз сызықша бізде мысалы 49 пайызға дейін болсын. Бұл біздегі пайыз, ал енді баға бойынша бұл бізде 2 болып саналады. Келесі бізде яшыққа 50 пайыздан бізге 3-ті шығару керек. 50 пайыздан мысалы 64 пайызға дейін деп жазсақ. 64 пайызға дейін есептейміз. Бұл бізде баға бойынша 3 болады. Келесі 65 пайыздан 84 пайызға дейін көрсеткішіміз. 84 пайызға дейінгі көрсеткішіміз бізде болады 4 деген баға. Келесі 85 пайыздан 100 пайызға дейінгі бағамыз бізде болады қанша? 5. Келесі, енді сапасын есептейміз. Біз пайызын жазып алдық бағаны есептеу үшін. Енді сапаны есептеп алу керек. Бағаны есептеу үшін. Бізде сапаны есептеу үшін бізде ағылшында басып тен белгісін басамызды. Жинаған ұпай санын максималды ұпай санына бөлеміз. Максималды жинаған максималды ұпай санына бөлеміз. Бізде мұнда 0,5 бұл бізде бүтінденген, дөңгелектенген болып тұр. Бұны бізге пайыз ретінде есептеу керек. Бізге
бүтүнденгендей дөңгелектенген керек емес. Ол үшін біз міне мына жерде пайыз белгісін бассақ, міне бізде мұнда өзі автоматты түрде пайыз деп есептеп берді. Енді бұны қайта жаза бермеу үшін бұл формуланы біз жаңағы айтқан ұяшықтың төмен жағындағы төртбұрышты плюс шыққан кезде, қосу белгісі шыққан кезде астыққа қарай ақырын тарта берсеңіздер, өзі автоматты түрде есептеп береді. Міне, мұнда көрдіңіздер ме? Өзі автоматты түрде пайыз шығарып. Енді мұнда бағаны 50%-дан мысалы 3 деп жаза беруге болады. 3 мысалы 67, 4 деп. Бұны біз енді мұнда тоже пайызбен кетімді пайызды өшіріп тастаймыз. Пайыз керек жоқ қой бізге. Пайызбен есептемейміз. Бұны біз санмен есептейміз. Бұл санмен есептеу үшін белгісін басып, если функциясын аламыз. Если дегенді бассаңыздар, өзі автоматты түрде шығып отырады бұл. Есілді басып, ары қарай бізде сапаны аламыз. Бұнда бірінші баланы ала береміз формулада. Бәр нәрсеге, мысалы, сапа 50%. Егер бұл сапа артық болса, мысалы, мұнда есептегенде назначение, если истина дегенді алу керекпіз. Бұнда есептеп отырмыз біз сапаның көрсеткішіне есептеу үшін артық болса деп жазамыз. Артық болса, егер бізде мысалы 5-тен көреге біз 85%, бұл 85% емес, біз 84/5 үйтіп неге алдық біз? Егер 84/5-ті дөңгелететін болсақ, бізде ол автоматты түрде 85% деп есептейді. Сол үшін біз 84/5 деп пайызды аламыз. Бұнда әрине пайыз деп жазамыз. Енді бұл біздегі бағамыз болады бізде бұл 5 деген баға болады. Мұнда тырнақша ретінде аламыз. Басқа нені жазбаңыздар, именно тырнақша деген жаза аламыз. Келесін есептеу үшін мұнда енді тілді ауыстырып отырасыздар. Келесі бізде тағы да если деп жазамыз. Келесі енді 4 есептеу керек. 4 есептеу үшін если мысалы тағы да біз сапаны аламыз. Артық болса қаншадан бізде 64/5. 64/5. 64/5. Біздегі бұл бағамыз. Нүктелі қоямыз. Біздегі бұл баға бізде болады. Бізде болады бұл баға 4 деген. 4 деген. Нүктелі тұр. Қайтадан нүктелі тұр. Келесі тағы да жазамыз если деп. Если деп жазсақ, мұнда автоматты түрде өзі шығып отырады. Есілді басамыз. Келесі бізде тағы сапа көрсеткішін аламыз. Артық болса, қаншадан? Артық болса 49/5-тен. 49/5%-дан. Пайызда обязательно жазып отырыңыздар, ұмытпай. Мұнда екіншісінде жазылмады. Өйткені онда формуламыз қате шығып қалады, пайызды жазып отырмасаңыздар. Нүктелі тұр. Тырнақшаға аламыз. Бізде бұнда болады 3 деген. Келесі бізде если тағамыз тағы да. Енді бізге 2-ні жазу керек. Если
кетті қазір. Тілін ауыстырмаппын, если деп алатын болсақ, бұл өзі автоматты түрде шығады. Одан кейін біз жазамыз пайыз, сапа артық болса, кешіріңіздер, мына қате басып қойыппын. Мен қате шығып жатыр қазір. Онда сапаны аламыз, сапа артық болса, нешеден бізге? Ол 0-ден, 0%-дан. 0%-дан онда болады бізде бұл бағамыз қанша? Бұл бағамыз болады бізде 2. Енді жақша жабамыз. Біз және бағанадан бері неше жақша аштық санайық. Бізде мұнда формула жазатын жолдан қарасақ, 1 жақша аштық, 2-ші жақша аштық, 3-ші, 4-ші. Мұнда біз 4 жақшаны жабамыз. Бізде бұл дұрыс болды. Егер мынау дұрыс болмаса, бізде мына жердегі жақшаларымыз қызарып тұрмағандықтан бізде дұрыс деп шығып тұр. Енді Enter батырмасын бассақ, бізде 3-тегі сан шықты. Енді келесі, бұнда тоже автоматты түрде қайта-қайта формуланы жаза бермеу үшін яшықты төмен қарай созамыз. Бізде бағамыз шықты. Бағаны по центру деп қоямыз, өйткені бізге көріну үшін. Енді бұлай тексеріпті көрсек, 50% 3, 67% 4, 73% бізде қанша болды? 4 болды, 100% бізде 5 болды. Енді бізде мұнда қанша балада 5, қанша балада 4, қанша балада 3, қанша балада екенін шығару керек. Енді бұнда жарайды қазір 10 бала. Бізде бүкіл колледж бойынша мысалы есептейтін болсақ, балалардың сапа көрсеткішін, онда бізге қиынырақ болады. Сол үшін мен сіздерге есептеу жолын көрсетейін. 5, 4, 3, 2. Енді жазамыз, мұнда формула жазамыз. Формула жазу үшін бізге тен белгісі жазып отыру керек, онсыз бізде есебіміздің формуласы шықпайды. Енді мұнда счет если деген таңдаймыз. Есептеу үшін оны счет если. Міне, счет деп жазсаңыз, өзі автоматически счет если деген шығарады. Енді мұнда бізде міне диапазон мен критерий тұр. Мұнда диапазон дегеніміз міне бағаның диапазоны. Міне бірінші баладан 10-шы балаға дейінгі диапазонда тұр. Бұны белгілеу үшін міне F9-дан бұны төмен қарай тағы да тартамыз. Сол кезде бізде бүкіл баланың бағасын алады. Диапазон деген осы. Енді бізге критерий керек. Критерийді есептеу үшін бізде бұнда критерийіміз біздің жаңағы 5. Көрдіңіздер ме? Енді жақшаны жабам. Жақша жабылды, Enter'ді басамыз. 2. 5 баладан 2. Енді бұны тағы да жаңағыдай жаза бермейтіндей ұяшықты төмен қарай тартамыз. Енді 4-тен бізде 4 бала, 3-тен бізде 1 бала. Мұнда қате шығып тұр, неге қате шығып тұр? Қазір тексерейік. Мұнда бұны 5-тің диапазоны дұрыс алынды ма? Дұрыс алынды. 4-тің диапазоны дұрыс алынды ба? Төмен кетіп қапты. Бұны жоғары көтерсек, бізде диапазонымыз өзгереді. Келесі 3-тің диапазоны да қате кетіп қапты. Бұл 3-шіден бастапты. Келесі 2-нің диапазоны, бұл да төмен кетіп қапты. Сол үшін бізде қате шығып тұр. Енді санайық. Бізде 10 бала. 10 баланы міне 4, 6, 7, 8, 9, 10. 10 баланы кейін санасақ, 5-тен бізде 2 бала, 4-тен бізде 4 бала дұрыс, 3-тен 2 бала, 2-ден 2 бала бұл аттестация қорытындысы шығып тұр. Мұнда бізде бұл информатика сабағы болды ғой. Бізде бұнда
Так, қыркүйек па? Жоқ, қазан. Қазан айының көрсеткіші деп жазайық, өйткені бізде мұнда жазылмай қапты. Қазан айының көрсеткіші деп жазайық. Көрсеткіші. Мұнда бізде ұяшықты біріктіру деген бар. Ұяшықты біріктіру үшін бізде бірінші ұяшықтан 2-3 ұяшықты жазылып тұрған мәтіннің ұяшықтарына дейін белгілейміз де, объединение ячейки деген бар. Сол бассақ, бізде бұл ұяшық бірігіп тұрады. Объединение ячейки көрдіңіздер ме? Бұны да жаңағыдай белгілеп қоямыз. Көрініп тұру үшін бізде кестеде. Кестеміз аяқталды. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Және де бұны енді сақтаймыз. Бұны сақтау үшін біз файл сохранить как батырмасын басып, біз қайда сақтайтынымыз туралы жазамыз қазір. Мысалы, мен жұмыс үстелінде информатика деп сақтадым. Информатика жұмыс үстелінде мені көрсетіп қойдым. Информатика деп сақтадым. Енді бұны сақтаймын деп айтамыз. Бұл бізде информатика, бұл сақталып тұр міне. Информатика бұл. Енді мұнда сіздер қайта-қайта осы Excel-дің бағдарламасын аша бермеу үшін, жаңағы жұмыс үстелінде мен информатика деп сақтадым ғой, соны ашасыздар да, мұнда тағы да міне лист 1, лист 2, лист 3, лист 4 деген бар. Бұны сіздер мысалы лист 1-де және тапсырманы орындаңыздар. Енді листі 2-де келесі жолғы практикалық тапсырманы жаза аласыздар осы жерге. Лист 3-ге бұл листтерді қосу үшін, мысалы кітаптарды қосу үшін, қазақша бұл кітап деп аталады. Кітаптарды қосу үшін бізге міне қазір тышқанның оң жағын басып, вставить дегенді бассақ, мына жерде бізде міне вставка деген терезе шығады. Оның ішінде лист деген таңдасаңызды, міне лист 5 шығады. Бұны былай жоғары көтеріп алып кеп, 3-тен кейін қоюға болады. Автоматты түрде бізде міне 3-тен кейін лист 5, лист 6 деп шыға береді осылай. Сіздер келесі тапсырмаларыңызды осында орындауға болады. Енді практикалық тапсырмамыз жабайық, сақтайық. Енді келесі. Енді бүгінгі сабақты қорытындылайық. Не үйрендік біз бүгінгі сабақтан? Сабақты бекіту үшін ақпараттық диктант аламын сіздердің. Excel-ге қосылу үшін қалай қосыламыз Excel бағдарламасына? Пуск программы Microsoft Excel немесе тышқанның оң жақ батырмасын басып, создать Microsoft Excel батырмасын басамыз. Келесі жұмыс парағы неше бағаннан тұрады? Бағана мен алдыңғы сіздерге тарауда айтып кеткен. Қанша бағаннан тұрады? 256 бағаннан тұрады. Жолдар саны, келесі сұрақ, жолдар неше жолдан тұрады? Біздегі жаңағы 65536 жолдан тұрады. Жаңағы ұяшықтарымыз. Егер ұяшық F бағанында және 3 жолында орналасса, онда оның мекені қалай аталады? F3 деп аталады. Дұрыс. Microsoft Excel не үшін жұмыс істеуге арналған? Құжаттарды тез арада кесте түрінде жұмыс істеуге арналған. Жұмыс кітабын сақтау үшін жаңағы біз Excel бағдарламасын аяқтадық қой. Қалай сақтадық? Біз біріншіде файл менюіндегі сақтау, сохранить как командасын таңдаймыз. Содан кейін құжаттың атауын жазып, қайда сақтайтынымызды көрсетеміз. Дұрыс. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Енді үй тапсырмасын берейін сіздерге. A4 қағазына кестелік процессор сөзіне сөз жұмбақ құрастырып келу. Бүгінгі сабақ сіздерге ұнады деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.